Сәлеметсіздер ме, құрметті ұстаздар, Бастауыш Teacher каналына қош келдіңіздер. Каналды жоғалтып алмас үшін жазыла отырыңыздар. Бүгін мен сіздерге оқушыларды партаға отырғызудың қызықты 5 тәсілімен таныстыратын боламын. Ең алдымен ескеретіні, егер оқушыда дәрігерден қандай да бір денсаулығына байланысты анықтама болатын болса, ол жағын ескерген дұрыс. Ендеше ең бірінші әдісіміз бұл билет тарату арқылы оқушыларды отырғызуға болады. Бұл жерде мен 4 түрлі билетті алып отырмын, оны әр жолы әр қайсын пайдалансаңыз болады. Мысалға ұшаққа билет, пойызға билет, киноға және театрға деген сияқты әр түрлі билеттердің түрлерін пайдалануға болады. Бұл жерде оқушыларға жаңа әлемде пайдалы білім ал, күш бірлікте, білімдіге дүние жарық, достық ең алдымен еркіндік деген сияқты билеттің ішіне оқушыларға бірлікке, татулыққа, достыққа байланысты осындай нақыл сөздер, мақал мәтелдерді жазып қоюға болады. Ең негізгісі бұл билеттердің ішінде оқушының аты жөнін нақты белгілеп жазуға болады, немесе оқушының атын мүлдем жазбай қойсаңыз да болады. Нақты қатары жазылу керек және де қай орын екені. Сонымен қатар мен суретте көрсетіп қойғандай, терезе жақтан ба, әлде есік жақтан ба орынның саны. Соны жазып қойсаңыздар болады және оқушылар осы билеттерді алу арқылы әркім өзінің орнына отыратын болады. Екінші тәсіліміз бұл көршіңді тап деп аталады. Өздеріңіз байқап отырғандай, пазлдарда сан және сол санға байланысты нүкте берілетін болады. Біреуінде 2 деген сан болатын болса, екінші оқушыда 2 нүкте болады. Яғни әр оқушы өзінің көршісін, жұбын тауып, парталарға, кез келген партаға, ұнаған қатарға отырса болады. Немесе өзіңіз отырғызсаңыз да болады. Келесі үшінші әдісіміз бұл бізде жапсырма, яғни наклейка орысша. Оқушылардың парталарына осы наклейкаларды алдын ала жапсырып қоясыз және келген кезде оқушыға наклейкаларды, жапсырмаларды ұсынатын боласыз. Оқушы өзіне қалаған, ұнаған наклейкасын алады және ол қай жерде жабысып тұр, қай партада жабысып тұр, сол жерге барып отыратын болады. Бұл жерде әр түрлі кейіпкерлер, ертегі кейіпкерлері, мультфильм, қазіргі заманда балалардың қызығатын әр түрлі персонаждарында алып пайдалансаңыздар болады. Жас ерекшелігіне сай әр түрлі суреттерді пайдалануға болады. Келесі әдісіміз бұл нені ұнатады деп аталады. Мысалға партаның үстіне сіз бананды жабыстырып қоясыз, сәбізді жабыстырып қоясыз, яғни әр түрлі жемістер, тағамдарды жабыстырып қоясыз. Және де оқушылар өздерінің қалаған жануарын ала отырып, оның нені жақсы көретіндігін тауып, сол орынға отыратын болады. Бұл енді бастауыш сыныптарда өте қызықты, балаларға қызыға отыратын болады. Келесі 5-ші әдісіміз бұл бізде сандар деп аталады. Бұл жерде оқушыларға 1-ден 6-ға дейінгі сандарды таратып бересіз және қолыңызда осындай кубик болады. Кубикте сандар болса да болады, нүктемен берілсе де болады. Бұл ешқандай маңыздылығы жоқ. Яғни кубикті лақтыра отырып, қай сан түссе, сол оқушы сол партаға жайғасып отыратын болады. Міне осындай 5 түрлі тәсілмен таныстырып отырмын. Қызық болса, өздеріңізге, тәжірибелеріңізге күнделікті пайдалансаңыздар болады. Назарларыңызға рахмет.